Айналайын ағайындар, интернет желісінің желінін ісіріп, 2-3 күнден бері осы Қостанайдағы жалғыз мектеп жабылады екен, Қостанайда қазақ тіліндегі мектеп жалғыз екен деген дау-дамайдың айналасында неше түрлі желсөздер көбейіп кетті. Мен де соған шыдамай осы Қостанайдың төл тумасы ретінде, Қостанай қаласының тұрғыны ретінде облысымыздың әкімі Архимед Бегежанұлының намысына тиіп кететін сөздерді естігеннен кейін шыдай алмадым. Жаның ашыса жаныма кел дейді қазақ. Сол айтқандай, алыста жатып өгей ене бауырмал, көрде жатып қол бұлғайды дейтін де сөз бар қазақта. Арман, Мұрат сияқты бауырларым дейді екен сөзге еріп, Қостанайда осындай да мынандай екен деп жатыр екен. Елдің жағдайына жаныңыз ашып, соның рас өтірігіне, ақиқатынан ақырына жеткіңіз келсе, елімізге керіп, сол қаладағы 6 мектепті ашылайын деп жатқан 7-ші мектептің ғимаратымен таныс болуды ұсынар едім сіздерге. Ешкімге болысып, биліктің асында бас ұрайын деп жатқаным жоқ, дегенмен де шынында да әр адам өзінің көргісі келген затын көреді, іздегенін ғана көреді. Шалшықтан біреу шалшықты ғана көреді, түнде болса біреу жұлдыздың сәулесін көреді, күндіз болса күн көреді деген де сөз бар айналайындар. Сондықтан осы облысымыздың бағына басшысы Архимед Бегежанұлы келгеннен бері игілікті істердің тізімін айтып жеткізу мүмкін емес. Тарихымызды түгендеп, облысымызда 120 қазақ мектебі бар, негізінде бұрынғыларға қосылып ашылып жатқан. Кейкі батырдың басы қайтарылып, елімізге кесенесі орнатылып, ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсариннің кесенесі бұл Қазақстан төңірегінде бар ма жоқ па сондай кесенеге айналды. Ұлтымыздың тағдыры үшін, еркіндігі үшін күрескен Шақшақ батыр Жәнібектің, Қобыланды батырдың мүсіндері орнатылып, бәлен жыл бойы таранның атын жамылып келген ауданымызға ұлы жазушымыз Бейімбет Майлиннің аты беріліп жатыр. Көшелерімізге қазақтың ұлы зиялыларының аты беріліп жатыр. Басқа да әлеуметтік жағдайлардың жақсарғанын айтпағанда, осындай тарихи ұлттың көрсететін істердің қолға алынып жатқаны әрине қуантарлық жай. Басқаның шалбарының балағына жармасып, орамалдың ісін істеп отырған осы інілеріме айтарым, айналайындар, игілікті істі көре біліңдер. Бұл Қостанай қаласының да 6 мектебі бар. Бір ғана бастауыш мектеп, сол бір жалғыз бастауыш мектеп дегенге сөздің жібі байланған екен. Ол мектеп 90-шылардың ортасында балабақшадан уақытша, ең болмаса бір бастауыш мектепті қазақ тілінде бастап алайықшы деп ашылған ғимарат еді. Ешқандай мектепке икемделмеген. Сол ғимараттың уақытша деген мезгілі жетіп, енді оларға басқа сәулетті, жаңа техникалық жабдықталған мектепке көшіру туралы әңгіме болған, оны ата-аналар қолдамағаннан кейін ол қалды. Дегенмен де жаңадан 6 толыққанды мектепке 7-ші қазақша білім беретін орта мектеп ашылғалы тұр. Әрдайым игілікті істі итермей, дейді деген желеуге ермей, айналайындар, ақиқаттың ақырын күтіп, келіп, қарап, солай екен деп азаматқа лайық, өзің айтқандай шалбар киген бөрік бастылардың ісін орынды жалғастырсаң екен деген тілегім бар.